Қазалы қаласы. Қылышбай ағам жұмыстан келе жатыр. Серік ағам үйі. Қазбек би көшесі. Серік ағам үйі. Одан кейінгі Әділдің үйі. Анау Азаматтың үйі. Ұзақбайдың. Есет ағам үйі. Қазбек би көшесі. Есет ағам үйі. Есет ағам үйі. Ар жағында Ағменнің үйі. Ар жағында Талшынның үйі, Бауканың үйі, мына жақта Нұрланның үйі, Айбектің үйі, Пайдубайдың. Анау школьная көшесі өтіп жатқан. Мынау мен мектепке баратын жол, мектепке баратын жол. Мектепке баратын жол. Мен бала кезімде мектепке барып жүрдім. Мынау Сұлтанбек ағаның үйі. Сұлтанбек Ғазиз, Рахымкүл апайдың үйі. Одан кейінгі мынау мен өскен үй. Қазбек би 30, Қазалыдағы Қазбек би 30. Мынау времянка, мынау мен өскен үй. Есіктің алдында мен інім Тұрсынбай, соның класстастары Жомарт Жездем. Мынау ана видео салайын деп жатырмын ютубқа. Мынау мен жақсы сау болыңыз, амандықта. Келем ғой, Алла қаласа тағы. Жақсы сау болыңыз жәке, амандықта. Мынау мен 7-ші класста еккен талым. 6-ші класс па 7-ші класста атадан мал алғанша талы қалсын дейді ғой, осы бір. Мынау 7-ші мектепте оқыған балдар. 96 жылғы үй алып қашып баратыр енді. Мынау мен өскен үй. Тал мен еккен. 7-ші класс, 6-ші класста еккен тал. Қазбек би көшесі, Қазалы қаласы. Мына Шартақта да сол кездерде қоршадық, школдың кезінде. Осы талды егетін болып бір пландап сол кезде. Талды еккенмін. Су тасып құйып бұл талға. Мына жерде колонка болды ортада. Мен өзімде көрініп қойын, блог жүргізіп. Мен Мереке Ешманов. 163 мектепте оқыдым мұнда. Одан кейін Ақтөбе техникумда оқыдым. Әрі қарай теміржолда жұмыс істедім депода. Қазір Жаңаөзен қаласында тұрып жатырмын. Сол видео қызықты болса, подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңадан видеолар салып тұрам ішіне. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Қазалы қаласы.